Қайырлы күн достар, бүгін біз өте дәмді, жұмсақ болып шығатын зебра пирогын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Құрғақ ыдысқа жұмыртқаны салып, жақсылап миксерлейміз. Енді көпіріп жатқан кезде шекерді аз-аздан қоса отырып, аппақ масса пайда болғанша миксерлейміз. Аппақ болған соң үстіне сұйық майды құйып миксерлеп отырамыз. Сосын айранды құйып миксерлейміз. Електің ішіне ұн мен қопсытқышты салып, жақсылап араластырамыз да сұйық массамызға 3-ге немесе 4-ге бөліп електен өткіземіз. Енді бұл кезде миксерлеп қажет емес, силиконды күрекшемен араластырамыз, немесе венчикпен. Бізде осындай бір келкі масса пайда болу керек, ол массаны теңдей 2-ге бөлеміз. Бір бөлігіне какаоны електен өткізіп қосамыз, жақсылап араластырамыз. Сосын бір ас қасық сүт қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді формамызды алып, 2 ас қасықтан шоколадты қамырды құямыз. Сосын ақ қамырды құямыз, сосын шоколадты қамырды. Осылай кезек-кезек барлығын қамыр таусылғанша құйып шығамыз. Міндетті түрде 2 ас қасықтан салу қажет. Енді пирогымыз одан сайын әдемі болу үшін осындай шпажканың көмегімен узор салып шығамыз. Бұл пирогымызды 180 градуста қызып тұрған пеште 40 минут пісіріп аламыз. Мен беті әдемі болып тұру үшін осындай шоколадты глазюр құйдым. Бұл міндетті емес, қалауларыңызша сәндей беруімізге болады. Достар, бұл пирогты міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте қарапайым ингредиенттерден дайындалады. Ең бастысы өте дәмді. Сіздермен болған Раушан.